Қуандық Рахым елге танылмай жатып, орта жолда сахнадағы жұбын неге тастап кетті? Бірақ бұдан кейін Гаухар өзінің шығармашылығын шыңдауды қолға алады. Бүгінде Бикеш Қосқанат есімді әншімен ән салып жүр. Олардың продюсері кім? Осы және өзге сұрақтардың жауабын келесі бейнесюжеттен білсек. Айтулы дуэттің айтылмаған сыры көп. Болайық бірге деп ән шырқап, отандық шоу-бизнесте танылған Қуандық пен Гаухар бүгінде бірге емес. Алайда ару қыз бұған ешкімді жазғырмайды. Есесіне сенімді серігіне кезігіп, болшы қасымда деп Қосқанаттың қасынан табылды. Бізге елімізге танымал сазгер ақын апайымыз Ясира ағамыз маған хабарласып, осындай бір дуэтке ән бар еді. Қыз бар ма, жақсы ән айтатын еді. Сосын ойыма бірден Гаухар келді. Гаухарға Инстаграм желісі арқылы жазып, содан кейін жауабын алып, ертеңінде кездесіп, сол әнге дайындық үстінде эстрадамыздағы дуэттердің әндерінде дайындалып, айтып көріп жүрдік. Бір күні неге өзіміздің әніміз шығармасқа деген бір ой келді. Халықта да сұраныс туа бастады. Қуандықпен дуэттен өзі бас тартқан Гаухар Қосқанатпен қосылып ән орындауға бірден келісім берген. Қуандықпен ән орындап жүрген кезде мен колледждің студенті болдым ол кезде. Сол кезде ұстаздарым гастрольдік сапарларға, концерттерге жібермеді. Сабақтан көп қала бастадым. Сол себепті Қуандықпен айтпай кеттім. Колледжді бітірдім, енді Жүргеновте академияда оқып жатырмын. Ол жақта ондай кедергілер болады деп ойламаймын. Тіпті әнші енді сабақтағы қиындықтардың қисынсыз екендігін айтады. Орындаймын. Тырысам былай алып жүруге. Қазіргі таңда дуэттің құрылғанына жарты жыл. Аз-маз уақытта бұл жұп қажырлы еңбек етіп, халық жүрегінен орын алып үлгерді. Қосқанат Гаухар дуэтінің шығармашылығында жаңа бір әнмен қоржына толықты. Ершат Қайболдының сөзіне жазылған Марат Балмырза ағамыздың «Жаным деген әні жарыққа шықты. Енді мүмкін осы әнге, мүмкін осының алдындағы бол шығасында деген әніміз бар. Сол әнге бейне баян түсіретін ойымыз бар. Ол бейне баян ақпан айының аяғында жарыққа келіп қалады деген ниеттеміз. Әзірге қоржынымызда 4 ән бар. 4-еуі де енді жарты жылдың ішінде осы жасалған жұмыстық еңбегі деп ойлаймыз. Біздің дуэтіміз бұған дейін ешқандай продюсерсіз жұмыс істеген. Қазір енді Аллаға шүкір қолымыздан жетектеп, енді ауыр жолы, сол ауыр жолда өзінің кішкене көмегін, өзінің бағыт бағдарын берейін деп Бағлан Әбдірайымов ағамыз ұсыныс жасады. Бірден келісе кеттік, өйткені кішкентай кезімізден, бала кезімізден бастап осы 15 жыл болды биыл жігіттер тобының құрылғанына. Содан бері сол кісілердің ерке азатты әнінен бастап сусындап, сол кісілерге қарап бой түзеп келе жатқан адамдармыз. Бірден ұсынысын қабыл алдық. Енді қазіргі уақытта сол кісімен жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. Дегенмен олар осы күнге дейін еш продюсердің көмегіне жүгінбеген. Ұсыныс білдірген продюсерлер көп болғанымен, қос әншінің көңілінен шықпаса керек. Белгілі өте халыққа танымал адамдар болды. Атын атамай қойып, түрін істемей қойып дегенде, Бағлан ағадан бала басқа көптеген продюсерлер ұсыныс жасады, бірақ олардың көпшілігі барлығы сол коммерциялық мақсатта тойға шығару болды, одан артық ешкім жоспарлар болмады. Бұл дуэтке жігіттердің солисті Бағлан Әбдірайымов продюсерлік етіп жүр. Осының арқасында шығармашылық жұмыстары жеңілдеп қалған. Есесіне жоспар да көп. Сазгерлерден әндер жинап жатырмыз, ақындардың сөздерін жинап жатырмыз. Енді еліміз бойынша аралап концерт, гастроль қояқ па деген ниеттеміз. Оған дейін әнімізді бір қазір 4 ән болса, оған дейін бір 10 шақты ән болып қалса. Қазір ұсыныстар түсіп жатыр. Қашан келесіздер біздің ауылға, қашан барасыздар, ол әрине оның барлығы қаржы, оның барлығы үлкен еңбекті талап етеді. Продюсерсіз жұмыс істеу деген өте қиын. Кімнен ән сұраймын, кімнен қай студияға жазғызам, оның ақшасы қалай болады, ананың қалай, мынаған қалай жеткіземін дейсің. Ал продюсермен жұмыс істеген кезде ол сұрақтың барлығы шетке ысырылады да, бізге тек қана творчестволық шығармашылық жағы ғана қалып қалады. Біз әнге дайындалу, әннің сөзін жаттау, сөзін назар аудару, бір-бірімізге деген екі дауысқа бөлу, сондай ғана тұстары бізге ғана қалады да. Бағанағы
барлық жұмыстар уже продюсерге кетеді. Ендеше Қосқанат пен Гаухардың шығармашылық жұбына табыс тілеймін. Жазерке Қаратаева, Геннадий Лукин, Headliner.